Бүгінгі тақырыбымыз ұбт информатикасы. Жалпы ұбт информатикасында қалай максималды балл алуға болады деген сұраққа бүгін жауап беріп кетеміз. 24-ші жылдан бастап қолдану үшін арналған, 23-ші жылы мына қыркүйек айында бекітілген екен. Әртүрлі баспадан, әртүрлі жылда шыққан жаңағы кітаптарымыз ұсынылған екен. Орындай келе, жалпы бұл 24-ші жылдан бастап қолдану үшін арналған ақпарат болып тұр. Бізде 40 тапсырма бар, максималды балл 50 балл. Сонымен біздің бірінші сұрағымыздан ChatGPT дұрыс жауап бере алмай қалды. Не деген қызық. Бұл жерде бізде false мәні шығу керек. Мына жерде true мәні беріп қойған. True false қайсы береді? Тек қана dizit деген функция бере алады. Сондықтан да біз осыны таңдаймыз. Одан кейін барып 3 саны жазылды. Бұнда менде 16-та 1A3, ал 8-лікте тура сол операциялар орындалды. Сол арқылы да есептерді шығарып тастадық жаңамыз. Мынау көбейту, мін көрпістер. Жалпы қараңыздар. Енді осы жерде мін кішігірім оқуымыз керек сияқты шатасты. Әбден дайындалмай келіпті. ChatGPT тізім тұратын болса, жоққа шығару арқылы жалпы біз дұрыс жауап бере аламыз деген ойдан. Бұны жалпы мін информатика пәнінің 40 сұраққа жауап бердік. Мына сұраққа да жауап берейік. Одан кейін барып тестілерді аяқтау батырмасын басайық. 50 балл алдық информатика пәнінен. Ондай болса, осы жылғы ұбт дайындықтарыңызға істе сәт, тек қана алға. Сау болыңыздар.